Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз физика пәнінен күнделікті өмірмен тікелей байланысты тақырыпты өтеміз. Жылу қозғалғыштарының пайдалы әрекет коэффициенті, яғни қысқаша айтқанда пәк. Сендер күн сайын көлік, пойыз, ұшақ көресіңдер ғой, ә? Ал олардың қозғалысына не себепші деп ойлайсыңдар? Дұрыс, жылу энергиясы. Ендеше сол жылу қалай қозғалысқа айналатынын түсініп көрейік. Жылу қозғалтқышы бұл жылу энергиясын механикалық жұмысқа айналдыратын құрылғы. Басқаша айтқанда, отын жанғанда бөлінген энергияның бір бөлігі затты қозғалтады. Яғни, жылу қозғалтқышы энергия түрін өзгертетін құрал. Мысалы, көліктің іштен жану қозғалтқышы, пойыздың бу қозғалтқышы, ұшақтың турбинасы, бұлардың бәрі жылу қозғалтқыштары болып есептеледі. Кез келген жылу қозғалтқышының 3 негізгі бөлігі бар. Суретте көрсетілгендей, біріншісі бұл жерде жылу көзі, яғни отын жанатын бөлік, мысалы бензин, газ. Екіншісі бұл жерде жұмыс дене, яғни ол жылудан кеңейіп, поршенді қозғалысқа келтіреді. Үшіншісі салқындатқыш артық жылуды сыртқа шығарып отырады. Міне, осылай жылу энергиясы механикалық жұмысқа айналады. Бірақ балалар, барлық берілген жылу жұмысқа жұмсалмайды. Оның біраз бөлігі қоршаған ортаға кетеді. Сондықтан қозғалтқыштың тиімділігін сипаттау үшін пайдалы әрекет коэффициенті, яғни жаңа тақырыпта айтып кеткендей, пәк қолданылады. Бұл көрсеткіш қозғалтқышқа берілген энергияның қаншасы жұмысқа жұмсалғанын көрсетеді. Қарапайым тілмен айтқанда, қанша энергия босқа кетпей іс жүзінде пайдаланылды деген сұрақтың жауабы. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, формуласы пәк тең болады Q1 алынған Q2 бөлінген Q1 көбейтілген 100%. Мұндағы Q1 берілген жылу, ал Q2 сыртқа кеткен жылу. Пәк 100% болмайтыны неліктен? Енді балалар ойлап көріңдер, неге барлық энергияны жұмысқа айналдыру мүмкін емес? Себебі, бір бөлігі үйкеліс кезінде жоғалады, бір бөлігі қозғалтқышты суытуға кетеді, ал отын толық жанбай қалуы мүмкін. Бұл физиканың негізгі заңы барлығымызға белгілі екінші термодинамикалық заң. Ол былай дейді: барлық берілген жылуды түгелдей жұмысқа айналдыру мүмкін емес. Сондықтан кез келген қозғалтқыштың пәгі, яғни пайдалы әрекет коэффициенті әрқашан 100%-дан аз болады. Әртүрлі қозғалтқыштардың пайдалы әрекет коэффициенті. Алдарыңызда көріп тұрғандай, кестеде қозғалтқыштардың тиімділігі әртүрлі. Мысалы, бұл қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті 30%, яғни энергияның тек 1/3 ғана жұмысқа кетеді. Іштен жану қозғалтқышы 30-40%, 4/1 немесе 3/1 ғана жұмысқа кетеді. Газ турбинасы 40-50%, оның 4/1 немесе 5/1. Ал электр қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті 90% шамасында. Ол ең тиімді түрі. Демек, ғылым мен техника дамыған сайын қозғалтқыштардың тиімділігі де артып келеді. Жылу қозғалтқыштарының тиімді жұмыс істеуі ғылым мен технологияның басты мақсаттарының бірі. Бүгін сендер осы процестің физикалық негізін түсіндіңдер. Келесі видеода осы білімді нақты есептер арқылы бекітеміз.
пайдалы әрекет коэффициенті неғұрлым жоғары болса, отын аз жұмсалады, экологияға зиян азаяды. Болашақта сендер осыны ескеріп, жаңа тиімді және таза энергия көздерін табасыңдар деп сенемін.